Үнді тайпалары Колумб Америка континентінің жағалауына және испандық жаулап алушылардың жағалауына қонардан бірнеше ғасыр бұрын асқабақтың дәмін білетін және оның жемісін молынан өсірген. Мәдениет Еуропаға тек 16 ғасырда келді және өзінің қарапайым табиғаты арқасында көптеген елдерде танылды. Бүгінгі таңда асқабақты өсіру әлемнің әр түкпірінде жүзеге асырылады. Ал өнеркәсіптік өндіріс саласындағы көшбасшылық Америка құрама штаттарында қалып отырғанымен, Ресей, Қытай, Солтүстік Африка, Еуропа және Азияның алқаптарында аз ғана асқабақ өседі. Бақша мәдениетіне деген қызығушылықты тудырды және неге ол 3000 жыл бойы сақталды. Сонымен қатар, адам ағзасы үшін асқабақ пайдалы болып табылады. Қатты қабықтың тек 15 ысырап болады. Ал целлюлоза мен тұқым жеп, түрлі аспаздық тағамдардың құрамдас бөлігі ретінде пайдаланылады. Асқабақтың құрамы мен калория мөлшері қандай екенін білесіз ба? Асқабақта бақшада қандай өсірілсе де, оның салмағының 75 адамдар үшін пайдалы заттар мен қосылыстардың көп мөлшері бар шырынды тығыз целлюлозаға түседі. Апельсиннің тығыз целлюлозасында кездесетін дәрумендер қатарына бета-каротин, А, Ö1 және В2, Ö5 және валтын, Ö9 және аскорбин қышқылы, Е және Р витаминдер жатады. Адамның мәзірінде асқабақ тағамдары бар болса, ағзаға енетін макро және микроэлементтердің тізімі таңқаларлық емес. Мұндай минералдарға калий мен кальций, магний және темір, фосфор, күкірт, натрий және марганец, йод және мырыш жатады. Асқабақта қанша калория бар, сондықтан организм үшін құнды заттармен қаныққан. Асқабақтың негізгі құрамдас бөлігі су болғандықтан, ол массаның 90-ында құрайды. Және одан басқа 100 грамм целлюлозада шамамен 4-2 грамм қант, 2 граммға дейін диеталық талшық және аз мөлшерде ақуыз, органикалық қышқылдар, күл мен крахмал, калория мөлшері бар. Аз және тек 22 кал құрайды. Бүгінгі таңда тағамның пайдалылығы оның калориялылығынан жоғары болған кезде, бұл жағдай асқабақты сүйетіндердің қатарын кеңейтеді. Асқабақтың пайдалы қасиеттері қандай және оны қолдануға қарсы көрсетілімдер бар ма? Асқабақты нағыз ерекше өсімдік деп санауға болады. Оны тек сау адамдарға ғана емес, сонымен қатар түрлі аурулардан зардап шегетіндерге де ұсынуға болады. Асқабақтың ағзаға тигізетін пайдасы көп. Пациенттер қауіпсіздік ережелерін елемегенде сирек жағдайларда ғана зиян келтіреді. Егер сіз асқабақ тағамдарын диетаға енгізсеңіз, қандай ауруларды болдырмауға болады және оны жеңілдетуге болады? Көкөністің ас қорыту үшін айқын және сөзсіз пайдасы бар. Ал калориясы төмен асқабақ тек белден артық фунт пен сантиметрден арылғысы келетін адамдарға ғана емес. Сонымен қатар ас қорыту процестерін құруға және токсиндер мен токсиндердің шектерін тазартуға тырысатын адамдарға ұсынылады. Мұның бәрі тәтті целлюлозаға бай, бірақ құрамында крахмал жоқ. Энергия береді, бірақ салмаққа айтарлықтай әсер етпейді. Асқабақ ешқандай қарсы көрсетілімдерсіз. Пайдалы қасиеттеріне тез және толықтай сіңімді болады. Асқабақтан жасалған тағамдарды ағза жақсы қабылдап қана қоймайды. Олар басқа тағамдарды, мысалы, майлы ет, ысталған ет немесе жаңғақты сіңіруге көмектеседі. Ас қорытуды белсендіріп, оны тиімдірек ете отырып, асқабақтың қабынуға қарсы қасиеттері бар. Ішек шырышты қабығын тітіркенуден қорғайды, барларын жояды. Асқабақ талшығы салмағын жоғалтуға көмектеседі. Гипертония мен атеросклероз қаупі бар немесе қауіпті адамдар үшін де пайдалы. Дәрігерлер асқабақтың бауырға және жүрек, тамыр жүйесінің жұмысына пайдалы әсерін атап өтеді. Осындай жағдайда асқабақтың адам ағзасына қандай пайдасы бар? Диеталық өсімдік токсиндерді белсенді түрде жояды. Зиянды холестериннің жиналуына жол бермейді.
Егер сіз асқабақты үнемі жесеңіз, атеросклероздың пайда болу қаупі және қысымның жоғарылау қаупі едәуір төмендейді. Кемелердің қабырғалары аз стрессті сезінеді, серпімділік пен денсаулықты ұзақ сақтайды. Асқабақ құрамында көптеген минералды тұздар, оның ішінде калий қосылыстары мен ылғал бар. Бұл халықтық және ресми медицинада қолданылатын керемет табиғи диуретик. Несеп, жыныс саласы ауруларын емдеуде өсімдіктердің ағзадағы артық ылғалды кетіру қабілеті және қабынуға қарсы қасиеттері маңызды рөл атқарады. Асқабақ пиелонефрит, цистит, уролития және басқа аурулар үшін тағайындалады. Асқабақтың бүйрек жеткіліксіздігінен ыңғайсыздықты сезінетін адамдар үшін пайдалылығы бұл ісінуді жеңілдету және бүкіл жүйенің жұмысын күшейту. Минералды тұздар, дәрумендер, органикалық қышқылдар мен пектиндердің үйлесімі күзде және қыста иммунитет табиғи түрде төмендеп, тіршілік қабілеті төмендеп, депрессия, ұйқысыздық пен көңіл күйдің өзгеруі кезінде асқабақты тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.